Құлыншағыға, әкем сізге сәлем айтып еді. Сәлемет болсын. Айтқаны мына жердегі бетқұдық жайы. Бұрын Борсаққа тиісті қоныс екен. Ақберді Борсақ қыстауын алған соң қонысымен өрсін тегіс алдым деді ғой. Соған былтыр күздігіні қыстауға кірер алдында сіздің ауыл қоныпты, бірталай отырыпты. Қазір жаз шығар қорасының жаны болған соң тағы қонып жүре ме? Мен ірге тегізбей күздігіні пішенін шауып алайын деп ем. Осыны Құлыншақ маған қиса екен, қонбаса екен деп әкеме өтініш айтыпты. Ақберді оны айтсын, ал әкең не дейді? Әкем, Ақбердінің осы сөзі орайлы ғой, Құлыншақ қонбаса жақсы болар деп, осы сәлеммен жіберді. Шай іш, кәне жақындаңдар. Бетқұдықтың мән жөнін ұғынып, түбін тексерді ме екен? Борсақта кезек қоныс етуші едің. Көгі баяғыда орылушы еді, бәрімізге теңдей бөлінетін. Осыны білді ме? Оны білген көрінеді. Бірақ тегінде меншік барда келісім бар ғой ақсақал. Даусыз есі Борсақ еді. Құлыншақ елік жөнімен емес, келісім ретімен үлес алып келген еді. Келсе, Ақбердімен де соны істер. Тек меншік Ақбердінікі екенін ойласын деді. Ат иесі Ақберді десеңші, алдына ат иесі мініп, артынан қаласа бізді мінгізіп, қаламаса мінгізбес. Қыстауының іргесінде жел астында жерде тұрса да, бетқұдықтан бетті жу десеңші. Мен Құлыншақ аға, менің әкелгенім осы бір сәлем. Арғысын өзіңіз біліңіз. Ақбердіге Құдай бақ берді дейміз. Бақ бергенемен немене? Борсақтан қалған әжерді менікі деп тап берді деңіз. Уай балам, мынау лебізің қандай жақсы етті. Осыны енді Ақберді естіткей. Шырағым, осы анау бөжейге берген жас баланың қал жағдайы қалай екен? Айғыз бейшара шыдап қалып еді. Айыпқа мал берме деп бөжей жағы қомсынады білем. Қарындасымның қал жағдайы да келісті емес деп естігем. Айғыз бейшара соны сезіп қайғырады ғой. Ақсақал, осы сіздің балаларыңыздың бесқасқа атанатын себебі не? Соның мәнін ұқтырыңызшы. Қасқа деп айтқаны, батыр деп айтқаны болмайды ғой мыналар тіге. Жөнін мынаның өзінен сұрасаңшы, батыр деп кімді мұқатып жүргенін кім білсін? Болмаса анау бір кезде бөкенші Борсақ Қарашоқыны бермеймін өлсен деп келген кезде әкенің жалғыз ауыз сәлемін естіп, осы бес баланы ертіп барған мен едім. Сонда иесі кетіп жатқан иен жерден бір құдық тиер деп ем, тигені мынау ма? Қасқаның тұмсығы тағы тасқа тигені осы да. Бүлінген елден бүлдіргі алма дегені қайсы? Бөтен болса бір тәрі, бөгде емес. Бөтеншіні қуып алған кімге құт болады дейсіз? Өкініп қайтесіз?